Дзюдо күресінің негізін қалаушы Дзигаро Каноның небәрі 9 шәкірті болған. Ал бұл күнде аталған спорт түрімен 28 миллионнан астам адам айналысады. Жекпе-жектің ең танымал түрі дзюдомен голливудтық режиссер Гай Ричи, актер Стивен Сигал, тіпті Германия канцлері Ангела Меркель сынды танымал тұлғалар шұғылданған. Чак Норристің өзі басқа жауынгерлік өнерлермен қоса дзюдоны да зерттеген. Дзюдо атауы екі иероглифтің қосындысында пайда болған. Жұмсақ жол дегенді аңғартады. 135 жылға жуық тарихы бар ұрыс өнерімен танысу үшін тілшілікті уақытша тыйып, татамиге табан тіредім. Алда қызықты сынақ күтіп тұр. Дзюдоги. Дзюдо күресіне арналған киім атауы. Күртеше шалбармен қатар белбеу жиынтықтың негізгі бөлшегі. Белбеуге қарап қандай дәрежедегі спортшы екенін аңғаруға болады. Мәселен, ақ түсті белбеу спортты жаңа бастағандар үшін. Дзюдомен бұрын айналыспаған спортшы жерге дұрыс құлап үйрену керек. Әйтпесе, қол дене астында қалып, аяқ-аяққа соқтығысып, жарақат алу қаупі бар. 79 жылы Уральск қаласында юниорлардың ішінде 21 жасқа дейін спортсмендердің ішінде чемпионат Казахская ССР болған. Сонда бірінші орын алған мен. Ол кезде қызық болып шыққан. Бірінші схваткада бір сопернигім маған дұрыс әдіс істемей, ключицем сынып қалған. Бірақ шыдап, сол финалға дейін жеттім әйтеуір. Ол жерде уже прием істей алмадым. Удушающий приеммен, дзюдода удушающий прием деген бар. Қылқындыратын. Қылқындырып ұттым әйтеуір. Дзюдошылар татамиде 5 минут кездесу өткізіп, ұпай санымен мықтын анықтайды. Бір ойыншы иппон, яғни таза жеңіске жеткен жағдайда жекпе-жек тоқтатылады. Қол мен аяқ күшін қатар қажет ететін дзюдоның әдіс-тәсілдері қорғануға өте пайдалы. Маған ең жақсы ұнайтын эффективный прием подхват деген прием. Соперникке қарайды. Мысалы, левосторонний стойка тұрса, уже басқа прием істей аласың. Правосторонний тұрса, уже мына жаққа басқа коронкаң бар. Жаңа бастаған спортшыларға тренировка бастаған шейін уже тастамай постоянно занимайтесь керек. Үйде де жүгіріп, разминка жасап, басқа түрлерге айланбай-ақ. А то кейбір родительдер қазір бетеді. Күреске де береді, шахматқа да береді, жүзуге де береді. Ол әшейін дұрыс емес деп ойлаймын. Дзюдо рекорды жапондық Ясухиро Ямаситаның еншісінде. Өз мансабын 1985 жылы 28 жасында аяқтаған дзюдошы халықаралық жарыстарда қатарынан 203 рет жеңіске жеткен. Жекпе-жек өнерінен бұрын спортшылар мұнда батылдыққа, шыншылдыққа, достықты қадірлеуге, бастысы қоршаған ортаға құрмет көрсетуге тәрбиеленеді. Бүгінгі сынақтан ұққаным дзюдо нағыз майталмандар спорты.